Баршаңызға сәлем. Сабақтағы тиімді әдіс-тәсілдер оқушыларға қалай көмектеседі? Осы жайлы бүгінгі сабағымнан үзінді көрсеткелі отырмын. Алдымен оқушылардың көңілін көтеру үшін ән айтудан бастаймын. Ән айту, қимылдау оқушыларға қатты ұнайды. Күнделікті қайталап жүргендіктен оқушылар әннің сөздерін жаттап алады. Содан кейін менің қадамым My Step әдісін пайдаланамын. Мысалы, кеше Питер Пән деген тақырып өтілсе, менің қадам әдісі бойынша маңызды кейіпкерлерді ата, оның достары кім еді, олар қайда бара жатыр еді деген сұрақтар қоямын. Әр сұраққа дұрыс жауап берсе, оқушылар қадам басады. Әрі қарай Тарси әдісін пайдаланамын. Бұл әдісті оқушылар өте жақсы көреді. Сабағымда жаңа сөздерді бекіту кезінде қолданамын. Оқушылар кітаптарын жауып, қанша сөзді еске сақтағандықтарын осы әдіс бойынша көрсете алады. Келесі әдіс жүр және жаз. Go and write. Бұл әдісті сабақтағы мәтінді қаншалықты түсінгендіктерін анықтау үшін қолданамын. Оқушыларға сөйлемдерді жазу үшін алдын ала дайындалған қағаздар таратамын. Қағазға сөйлем жазады және қасына есімдерін жазып кетеді. Әр оқушыға қағаз беремін. Қағаз партадан қозғалмайды. Тек оқушылар жүріп, әр қағазға барып, бүгінгі өтілген мәтін туралы жазып шығады. 5 минут уақыт беріледі. Мінекей осындай әдістер өзімнің сабағыма көмектесіп, оң нәтиже беріп, оқушыларыма ұнап жүрген әдістер. Бүгінгі видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.